Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Канай ауылдық округі әкіміне кандидат Қамидоллалы Нұрдәулет. 1994 жылы 18 қарашада Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Ақпатер ауылында дүниеге келдім. Қазақстан Республикасының азаматымын. Ұлтым қазақ, білімім жоғары. 2017 жылы Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің ветеринарлық медицина мамандығы бойынша 2020 жылы Қазақстанның инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университетінің құқықтану мамандығы бойынша тәмамдадым. 2017-2021 жылдар аралығында Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Жарсуат ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы қызметін атқардым. 2021 жылдың 1 наурызынан бастап Бөрлі ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік құқықтық жұмыс бөлімінде бас маман лауазымын атқарудамын. Нұр Отан партиясының мүшесімін. Мемлекеттік қызмет өтілім 3 жыл 8 ай. Жалпы қызмет өтілім 3 жыл 8 ай. Отбасылық жағдайым үйленбегенмін. Менің сайлауым алды бағдарламамның негізгі мақсаттары Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауын жүзеге асыру және Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты бойынша нақты іс-шаралар өткізу, тыңғылықты қызмет атқару. Мен өзімнің өмірлік және мемлекеттік қызметімде жинаған тәжірибемді пайдаланып, бар күшімді салып, ауыл халқының әл-ауқатын көтеру үшін ұмтыламын. Қосымша жұмыс орындарын және халықтың әл-ауқатын өсуіне, жеке кәсіпорындарды ұйымдастыруға, шаруа қожалықтары мен жеке шаруашылықтардың дамуына көмек көрсету, шағын және орта бизнес үшін қолайлы жағдай жасау қажет. Шағын несие беру бағдарламаларын, еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы, агробизнес сыбаға бағдарламаларын іске асыру арқылы жергілікті кәсіпкерлердің арасында шағын және орта бизнесте инвестиция тартатындардың санын көбейтуді алдағы мақсатының бірі деп білемін. Мамандығы бойынша жұмысқа орналасу мүмкіндігі болмаған жастардың санын азайту үшін оларға өз қалауымен жұмыспен қамту орталығы арқылы қайта даярлау курстарына жұмылдыруды қолға аламын. Әлеуметтік жағдайы осал соғыс және еңбек ардагерлері бар отбасыларға қолдау көрсетемін, жастарға рухани патриоттық тәрбие беремін. Салауатты өмір салты мен спортты дамыту, білім беру және жоғары рухани әлеуетті қоғамның дамуына барлық күш-жігерімді саламын. Ауыл тұрғындарын маңызды стратегиялық және күнделікті міндеттерін шешу үшін білімдерін, дағдыларын және тәжірибесін жақсартуға атсалысамын. Канай ауылдық округін көгалдандыру, санитарлық тазалау мен апаттандыру жұмыстарын жүргізуді әрі қарай жалғастырамын. Жергілікті қоғамдастықпен бірлесіп, халықтың өмір сүру жағдайын жақсартуға, сондай-ақ өзекті мәселелерді шешуге шоғырландырған бірлестік ынтымақтастық орнатамын. Тек жергілікті қоғамдастық қана елді мекендердің барлық мәселелерін жақсы біледі және әрдайым шешімдерін ұсына алады.